Мен Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Әбдікәрім Мыңбаев атындағы номер 117 орта мектеп оқушысы Қамбар Диана Исақызы. Менің тақырыбым болашақ электр энергетик жауапкершілік пен кәсібилік мамандық. Неге бұл мамандықты таңдадым? Себебі электр энергетик мамандығы маған өзінің жауапкершілік деңгейі, техникалық күрделілігі, қоғамдағы маңызымен тартымды. Бұл кәсіп электр энергиясын өндіру, тарату және тұтыну процестерін басқаруды талап етеді. Сонымен қатар, энергетика саласы әрқашан сұранысқа ие, бұл тұрақты жұмыс және жақсы жалақыға кепілдік береді. Кәсіптің шығу тарихы. Электр энергетикасының тарихы ежелгі заманнан басталады. Алғашқы электр құбылыстары ежелгі Грекияда зерттелген, мысалы статикалық электр 18 ғасырда Бенджамин Франклин найзағайдың табиғаттық құбылысын ашты. 19 ғасырда Майкл Фарадей электромагниттік индукцияны ашып, генераторлардың негізін қалады. 1800 жылдары Алессандро Вольта алғашқы батареяны жасады. 1882 жылы Томас Эдисон Нью-Йорктегі алғашқы тұрақты тоқ электр станцияларын іске қосты. 1890 жылдары Никола Тесла айнымалы тоқ жүйесін дамытты. Бұл электр энергиясын ұзақ қашықтыққа таратуға мүмкіндік берді. 20 ғасырда жаңартылған энергия көздері дамыды. Күн, жел, қазір смарт-гридтер және жасанды интеллект қолданылады. Осы мамандық бойынша атақты адамдар Никола Тесла айнымалы тоқ жүйесін жетілдіріп, энергетикаға үлкен үлес қосты. Томас Эдисон тұрақты тоқ және лампа ойлап тапқан өнертапқыш. Майкл Фарадей электромагниттік индукцияны ашқан ғалым. Электр энергетик болу үшін келесі қасиеттер қажет: жоғары жауапкершілік, аналитикалық ойлау, физикалық және психикалық төзімділік, техникалық білім, қауіпсіздік ережелерін сақтау, командалық жұмыс дағдысы. Электр энергетиктің негізгі жұмысы электр энергиясын өндіру, тарату және басқару. Бұл жұмыс электр желілерде, өнеркәсіпте және салаларда кеңінен қолданылады. Трансформаторларды бақылау және апаттардың алдын алу. Электр энергетиктің экипировкасы: қорғаныс шлемі, қауіпсіздік костюмі және электр тоғынан қорғайды, оқшаулағыш қолғаптар, көз қорғаушы көзілдірік және оқшаулағыш етік. Мамандықтың кемшіліктері: қауіпті жұмыс, тоқ соғу қаупі, түнгі ауысымдар, үздіксіз оқуды қажет етеді, экологиялық мәселелер. Мамандықтың артықшылықтары: жоғары сұранысқа ие, жақсы жалақы, технологиялық даму мүмкіндігі, қоғамға пайда әкелу. Электр энергетиктер келесі салаларда жұмыс істей алады: электр станциялары, электр желілері, өнеркәсіпте, жаңартылған энергия, күн, жел, құрылыс және көлік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық. Осы мамандық бойынша қайда білім алуға болады? Қазақстанда электр энергетик мамандығын үйрететін оқу орындары: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Қарағанды техникалық университеті, Алматы технологиялық университеті, Атырау мұнай және газ университеті. Маманның мансаптық болашағы: электр энергетик мамандығының болашағы кең, кәсіпқой маман. Бас жоғары білікті энергетик бола алады. Бас инженер немесе менеджер болу мүмкіндігі, өз компаниясын ашып, энергоаудит компаниясын жүргізе алады. Жаңартылған энергия технологияларын меңгеріп, халықаралық жобаларға қатыса алады. Осы мамандықты меңгерудегі алғашқы қадамдарым: Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы акционерлік қоғамы, Жалағаш аудандық электр торабы сұхбат алу сәтінен мен электр энергетик мамандығын таңдауыма байланысты жаңартылған энергия көздері туралы макетімді таныстырғым келеді. Бірінші, күн энергетикасы. Күн энергетикасы күн сәулесінен түскен сәулелерді электр немесе жылу энергиясына айналдыру тәсілі. Артықшылықтары: сарқылмайтын энергия көзі. Кемшіліктері: үлкен аумақты қажет етеді. Жел энергетикасы Қазақстанда жыл сайын дамып келеді, себебі еліміздің көптеген аймақтарында жел күші жоғары. Артықшылықтары: экологиялық таза, отынды қажет етпейді, жаңартылған энергия көздерін пайдаланады. Кемшіліктері: шу болады және құны жоғары.
Атом электр станциялары атом энергиясын электр энергиясына айналдырушы станциялар. Артықшылықтары тұрақты, ауа райына тәуелсіз, көп қуат өндіреді. Кемшіліктері құны жоғары, апат болған жағдайда үлкен дағдарыс болуы мүмкін. Қазіргі заман энергиясыз дамый алмайды, сондықтан энергияны үнемдеу және оны дамыту басты бағыты. Мен электрик мамандығын саналы түрде таңдадым және болашақта терең меңгеріп, жаңартылған технологияларды дамытуға үлес қосамын. Бұл макет менің үлкен мақсатыма алғашқы қадамым ғана. Болашақта өз елімнің энергетика саласына үлкен үлес қосатын маман болғым келеді. Қорытынды: Қазақстанда және шетелде энергетиктерге үлкен жалақы ұсынылады. Автоматтандырудың қарқынды дамуына қарамастан, бұл кәсіп тұрақты білімді жетілдіруді талап етеді. Сонымен қатар, энергетик мамандығы перспективалды, сенімді кәсіп. Егер сіз технологияларға қызығатын болсаңыз және қоғамға өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, бұл мамандық сіз үшін тамаша таңдау.